жатырсыз? Мен құрақ құрап жатырмын, құрақ тігіп жатырмын балам. Құрақ деген не ол? Құрақ деген қазақтың ежелден келе жатқан дәстүрлі қолөнері. Қолөнер бүгін тігін және қолөнер шеберінің жұмысы бұл. Құрақ бізге керек нәрсе. Мына біз үйде көп қой, мына құрақ көрпешелер бар. Мына осыны мата қиындыларынан жасайды, тігеді. Сосын бұл адамдарды қолөнерге, еңбекқорлыққа, сосын жаңағы үй отбасының берекесін, бірлігін келтіретін қолөнер. Бұны мына мен тігіп жатырмын балам, қарап ал. Бұл бізге керек нәрсе. Қазақтар бұны ежелден өздері осыны тігіп неше түрлі құрақтар жасаған, мата қиындыларынан. Мына көрдің ба, неше түрлі маталар бар мына жерде. Әдемі маталар. Әдемлеп жасайды, қазақи оюлардан жасайды. Мынандай қиындыларды бүйтіп жалғастырып бір-біріне тігеді. Бұл өте керек нәрсе. Бұл біздің қазақтың құнды дүниелерінің бірі. Көріп жатсың, мынау не, қандай құс? Павлин ба? Құдай берген. Осыған ұя саламыз ба, құстарға? Онда анау тұрған заттарды әкел, ағашта әкел атаға, кәні? Ағашта әкел қоя бар. Әкел. Араны әкел жанындағы. Қолындағы анау араны әкел. Анау араны. Сосын ішінде балға бар, балғаны алып келе ғой. Жаным, ақыл деген. Енді шеген әкел. Сол ағаш. Енді шеген әкел. Класс көрсе енді анау шеген алып кел. Жай жүр. Қазір осыдан кесеміз. Мынау құстар тоңбашын ұя жасаймыз, сосын жем беретін істейміз, алдымыздан түсіреміз. Сосын мына құстарға әдемлеп тұр. Мына мен қазір кесіп, мына шегемен қағамыз. Мына балғаны ұсташы өзің. Міне балғаны бүйтіп жаймен ұра қойды. Өйтіп ұстамайды міне. Міне бүйтіп ұстайды. Сосын бүйтіп ұрады балғаны. Көрдің бе? Болды. Сосын араменен мынаумен бүйтіп кесеміз. Жоқ, қолын кесе ғой сен. Кішкентайлаусың ғой сен. Араны бүйтіп ұстайды. Жаймен. Bir қолмен ұстайды. Екі қолмен емес. Міне жай. Көрдің бе? Өстеп кесеміз, сосын шеге қағамыз. Әже, біз ата екеуміз құстардың үйін жасадық. Маған құстардың Ертегі ме не ол? Не нәрсе ол? Құстардың ертегісін айтып берсіз. Әкел балам, кәні ертегі көрейік. Бұның ішінде ертегілер бар ма? Ертегілерді көрейік. Мына жерден отыр, мына жерге балам. Әдемлеп тыңдап ал. Мына жерде ертегі көп екен құстар туралы. Мына қараңыз. Ойбой, қарлығаш пен шөже торғай дейді. Халық ертегісі екен. Бір мәуелі бақта ағаштың сан түрі өсіпті. Сол ағаштардың ішінен биік әрі кәрі терек ерекше көзге түсіпті. Теректің жоғарғы бұтағына көктемде қарлығаш пен, міне қара, қарлығаш пен торғай ұя салып балапан шығарыпты. Торғай, балам, ертегі қызық болды ма? Болды, енді осымен аяқтаймыз. Мына ертегілердің бәрі қызықты, жақсы екен, түсіндің ба? Ертегі қызық болды. Рахмет жаным, міне ертегі деген